Тоқта. Сен шынымен оңай ақша табуға болады деп ойлайсың ба? Иә, солай жазып тұр. Не деген ақымақсыңдар. Сен білесің ба, кім саған жазып жатқан? Кім? Алаяқтар. Жүр, ұялма. Мысалы, сен екеуің. Арсен, ұялма. Жігіттер, мына қызға біздің схемамызды түсіндіріп беріңізші. Қараңыз, біз сіздің Каспи Пейіңізге кіреміз. Яғни сіз рұқсат бересіз. Сізді саудаңызды жүргіземіз, табысыңыз ұлғаяды, барлығы заңды деп сендіреміз. Біз сіздің Каспи Пейіңізге кірген сәттен бастап, біз нағыз алаяқтық схемамызды іске қосамыз. Қоймалардың жабылуына байланысты жаппай сатылым болып жатыр деп, қолымызда жоқ тауарды барлық әлеуметтік желілерге, сауда алаңдарына жарнамалаймыз. Сосын елдер тауарды ала бастайды. Тіпті несиеге бөліп төлеуге алады. Ақыр соңында дымсыз қалады. Зардап шеккендер полицияға арыз жазады. Ал чектерде нағыз иесінің ЖСН және БСН-дері жазылып тұрады. Бұл жерде кінәлі кім? Әрине, сіз. Ал соңында өзіңіз әрі құрбан, әрі сыбайлас болғаныңызды байқамай да қаласыз. Ал біз болсақ барлық ақшаны жинаймыз да тайып тұрамыз. Құрмет достар, мына қыздың жағдайына түспеш үшін мені тыңдаңыздар. Біріншіден, түрлі хабарландыруларға сенбеңдер. Екіншіден, жеке өзіңіздің деректеріңізді ешкімге айтпаңыздар. Әсіресе Каспи Пейді. Адам баласы деген кішкене миымен ойлану керек. Жарайды, сақ болыңыздар.